Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. 3-ші бөлім. Мен балаң жарық күнде сәуле қуған, алуға күнді барып белін буған. Жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін, болмасам толған айдай балқып туған деп Сұлтанмахмұт Торайғыров жырлағандай, біз осы 3-ші бөлімде Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармаларымен танысқан болсақ, ендігі уақытта Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі» повесімен танысқалы отырмыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы «Жусан иісі» повесінің тақырыбы мен идеясы. Балалар, өткен сабақтағы тақырыптар бойынша сіздерге мынандай сұрақтар бергелі отырмын. Бірінші сұрақ: Сайын Мұратбеков қай жылы, қай жерде өмірге келген? Әрине, жауаптарыңыз өте дұрыс. Сайын Мұратбеков 1936 жылы Алматы облысы Қапал ауданы Қоңыр ауылында дүниеге келген. Екінші сұрақ: Сайын Мұратбековтың тұңғыш әңгімелер жинағы қай жылы шықты және ол шығармасы қалай аталады? Әрине, Сайын Мұратбековтың алғашқы шығармалар әңгімелер жинағы «Менің қарындасым» деп аталады. 1961 жылы оқырман қолына тиіп отыр. Үшінші сұрақ: балалар, сіздер қалай ойлайсыздар? «Жусан иісі» повесінде қандай оқиғалар суреттеледі? Ойланып жауап беріп көрейік. Жауаптарыңыз дұрыс. Әрине, жазушының бұл повесі халықтың соғыстан кейінгі өмірі мен тұрмысы, қазақ ауылының замандастарының таныс-тіршілігін шынайы суреттеген туынды. Бүгінгі сабақта біз «Жусан иісі» повесінің тақырыбы мен идеясын анықтайтын боламыз. Алдымен ой қозғау сұрақтарына назар аударайық. Балалар, сендер өздеріңнің балалық шағың қайда өтіп жатыр? Ауыл тіршілігі туралы сіздер не білесіздер? Ауылдық жерлерде өсетін қандай дәрілік шөптерді білесіңдер? Және қоғамда болып жатқан оқиғалар балалардың өміріне әсер етеді ме? Осы сұрақтың төңірегінде пікірлеріңді жазуларың сұралады. Балалар, жусан құнарлы, мал азығы, дәрілік, бояуыш, тағамдық, витаминді, эфир майлы өсімдік. Жусанды қолдан, мысалы, тамыр жусанды өсіреді. Жусан ең ащы өсімдік, оның пайдасы өте көп. Бұл шөпті латындар артемизия деп атайды. Ащы жусан Маңғыстауда, ал ақ жусан және қара жусан Балқаш, Алакөл ойысында өседі екен. Дермене жусанынан соғыс жылдарында бірнеше дәрі-дәрмек түрі жасалған. Шығарманың «Жусан иісі» деп аталуы соғыс кезіндегі жетім балалардың арманы, соғысқа аттанған әкелеріне деген сағынышы, ауылдың жусан төбелерінде өткен балалық шақтағы оқиғаларды суреттеуі себеп болған. Сайын Мұратбеков 1936 жылы 15 қазанда бұрынғы Талдықорған облысы Қапал ауданына қарасты Қоңыр ауылында дүниеге келген. Жазушының алғашқы шығармалары 50 жылдардың аяғында жариялана бастаған. Содан бергі уақытта әңгімелері мен повестерінің «Менің қарындасым», «Ауыл оты», «Көкорай», «Отау үй», «Жабайы алма», «Дос іздеп жүрмін» жинақтары, таңдамалы шығармалардың бір томдығы,
1986 және 1991 жылдары 2 томдығы, 2004 жылы Ескек жел атты әңгімелер жинағы жарық көрген. 1989 жылы Қалың қар, 1995 жылы Өлі ара повестері кітап болып шықты. Алматы баспаларынан орыс тілінде Дом молодых, Камен тугай, Дикая яблоня тағы басқа кітаптары Мәскеу баспаларынан әр жылдары жарық көрген. Дикая яблоня, На вершине Учкары, Запах полыни, У теплого родника тағы басқа кітаптары Ташкентте өзбек тілінде Евшан иісі, Қазанда татар тілінде Әрем иісі, Украин, Беларус, Грузин, Армян, Әзербайжан, Литва тағы басқа туыстас халықтар тілдерінде әңгіме және повестері, араб тілінде Жусан иісі повестері мен әңгімелері жеке кітап болып шықты. Жазушының шығарманы не туралы жазуын тақырыбы десек, шығармадағы суреттелген өмір құбылыстарына оның көзқарасы, қалай бағалаушылығы шығарманың идеясы болмақ. Шығармадағы оқиға байланысы, дамуы, дәлелденуі, шарықтау шегі, шешуі, құрылысы, адам образы, олардың жасалу жолдары бәрі негізгі идеяны оқушыларға жеткізу үшін керек дейді. Жусан иісі халықтың соғыстан кейінгі тұрмысы мен қазақ ауылының, замандастарының тыныс тіршілігін шынайы сомдаған повест. Шығарма сюжеті Аян атты жас өспірім баланың өмірінің белгілі бір кезеңінде болған оқиғалар. Әкесі соғыста, анасы жоқ, жалғыз әжесі қайтыс болып, соғыстан ағасын күткен. Жазушы Аянның ішкі болмысынан тайған тобығының азабынан да ауыр жан жарасынан таратып баяндайды. Жусан иісі повесі қазақ әдебиетінің көркемдік көкжиегін кеңейткен шығарма. Жусан иісі повесі бірнеше бөлімдерден тұрады. Кішкентай Аян жастайынан шешесінен айырылып, әжесімен бірге ауылға көшіп келеді. Осы ауылдың балалары ойнап жүріп, жаңа баланы кездестіреді. Балалар Аянмен тез достасып, Аян екінші атаман атанады. Ол ақ көңіл, ақылды бала болған. Негізі ол ешкіммен төбелеспейтін бала еді. Бірақ бір күні Ескібай деген бала Аянға өзі тиісіп төбелесе бастайды. Бәрібір соңында Аян барлық күшін жинап, жеңіп шығады. Аян мектепте де өзінің зеректілігін бірінші күннен бастап көрсетеді. Ол ең бірінші хат танып, қасындағы жолдастарына да көмектесетін болған. Бірде Аян өрісте мал қайырып жүріп, тобығы тайып, одан кейін аяғы тайғыш болып қалады. Әр қарай бөлімдерде Аянның әжесінен айырылғаны туралы ертегілері баяндалады. Әжесі қайтыс болғаннан кейін оны Бапай атты туысы асырап алады. Бірақ оған дұрыс күтім жасамайды. Әжесі өмірден кетсе де, баланың қамықпауы бәрін таң қалдырады. Балалар күнде оның ертегісін тыңдауды әдетке айналдырып алады. Ауа райы суық болса да, Аянның ертегісін өткізуге болмайды. Ол күнде бір ертегі ойлап тауып, күннің батқанын күтіп, бәріне ертегісін айтып береді. Оның ертегісінің қызық болғаны соншалық, оның ертегісін тыңдаған балалар ертегіге кіріп кетеді. Бұл кезде олар соғыстағы аға әкелерін естеріне түсіріп, оларды тауып алып, бірге соғысуды армандайды. Балалар шығармадағы ең басты кейіпкер Аянның мінезі өте қызық еді. Ол бірде тұйық мінезді, бірде өзін танымай қаласың. Ол көп ойынға араласа бермейді. Бірақ осы кеште ол бәрін таң қалдырды. Оның шанасына
қанат біткендей болады. Осыны көріп Сайын Мұратбеков онымен бірге шана тепкісі келеді. Ол үйде шанасын іздеп жатқанда әжесі оны ұстап алып төсегіне жатқызады. Осы кештен кейін Аян дағдылы шана тебетін болды. Ол балаларға ертегісін айтып тәмамдаған соң біреуімізден шана сұрап, сырғанақта жападан жалғыз түнге дейін ойнайтын болады. Балалар, сіздер осы повесті аяғына дейін оқу, тапсырмаларды орындаңыздар. Бірінші тапсырма жазушының шығармашылығына байланысты. Яғни, осы кестеге хронологиялық мәліметтерді толтырасыздар. Бұл жердегі бағалау критерийі жазушының өмірі және шығармашылығына байланысты. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Келесі тапсырма. Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі» повесінің тақырыбы, идеясы және жанрын анықтау. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Шығарманың тақырыбы соғыс уақытындағы балалардың тағдыры, не болмаса жетімдіктің азабын тартқан Аян. Идеясы жетім баланың ата-анасын сағынуы, оның арманы мен үмітін көрсету арқылы басқа замандастарына ой салу. Ал шығарма жанры бұл повест. Повест дегеніміз баяндау түрінде қара сөзбен жазылған оқиғалы көркем туынды. Келесі тапсырма. Балалар, соғыс жылдарындағы және қазіргі бейбітшілік заманындағы балалардың ойыны және олардың айналысатын істері туралы жазыңдар. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауаптарыңызды салыстырып көріңіздер. Балалар, соғыс жылдарында балалар қар атысып ойнаған, аққала тұрғызған, шана, шаңғы тепкен, суда шомылған, ертегі тыңдаған, кітап оқыған және қиялға шомған. Ал қазіргі замандағы балалар компьютерде, ұялы телефонда үздіксіз отырады, ойнайды, спортпен айналысады, үйірмелерге, қосымша оқуларға барады. Ұялы телефонда сабақ жасаумен айналысады. Балалар, рефлексия. Сіздер бүгінгі сабақтан алған өздеріңіздің түсініктеріңізді 3Q әдісімен жеткізіңіздер. Бірінші, сабақта не қызық болды? Сабақта не қиын болды? Сабақта не қажет болды? Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.